Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Мөлдір. Бүгін біз тюль тігетін боламыз. Міне осы жағы асты болады. Енді шеттерін тігеміз. 1-1 сантиметрден. Осылайынан ішке қайырып, барлығын тігіп аламыз. Бұл комнатада балкон бар. Балконның есігі болады. Сол себепті де екіге бөлінген. Осылайынан 4 жақ шетін тігіп аламыз. Содан кейін өзімізге қажетті ұзындықты алып, лентаның астына 5 сантиметр қалдырып, артығын қиып тастаймыз. Енді шеттердің барлығын тігіп алғаннан кейін, осылайынан 5 сантиметр қайырамыз. Бұл лентаның астында болады. Үйдің ұзындығы 2,68 болса, плюс 5 сантиметр қалдырамыз. Осылайынан қайырып, шетін тағы да қайырамыз. Крючок тағатын жағын үстіге қаратамыз. Лентаның шетін қайырып, 2 сантиметр қалдырамыз бортикқа. Егер де сіздердің гардиндарыңыз ашық болатын болса, бортик қалдырасыздар. Ал егер де багет болатын болса, қалдырмайсыздар. Осылайынан лентаның астынан 5 сантиметрден ұстап отырып, 2 сантиметр қалдырып, лентаны тігіп аламыз. Енді мынау ортасындағы балконның есігі болатын жерде тоже қайырып аламыз. Бөлінген тюльді, екіге бөлінген тюльдің ортасын. Екі тюль бір лентада болады. Екінші жағында, екінші бөлігінде осылайынан қайырып, 5 сантиметр қайырып, қосып бір лентаға тігіп жібереміз. Егер де осылайынан шеттерін ішке қарай 5 сантиметр қайыратын болсаңыздар, шовтары ілген кезде көрінбейді. Шов бар екені білінбей кетеді ортасында. Енді екінші жақ шетінде осылай қайырып аламыз. Білген кезде әдемі көрінеді. Кішкене артықтау лентаны алып қалып, ішке қарай қайырып, тігіп жібереміз. Енді лентаның астын тігеміз. Осылайынан шетінен барлығын тігіп шығамыз. Жіптерді тігіп кетпеуге тырысыңыздар. Міне барлығын тігіп алдық. Енді осы жіптерін шығарып аламыз, 4 жіпті де. Сосын барлығын бірге байлаймыз. Осылайынан тюльдің екі жағындағы да жіптерін шығарып, байлап аламыз.
төртеуін де бірдей қылып байлаймыз. Осылайынан байлап аламыз. Содан кейін бір жақ шетін тартып тұрып, немесе біреуге ұстатқызып қойып, жинасаңыздар болады. Осылайынан лентаға жинаймыз, өзінің складкалары. Сол кезде өзінің складкалары пайда болады. Өзіңізге керек размерге осылайынан жинап аласыздар. Осылайынан әдемі көрінетін болады.